Сәлем достар, сіздермен бірге Мазақ Тайм бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Арайлым. Бүгін бізде қонақта менің сүйікті оқушым Жансұлу. Жансұлу қалың қалай? Бәрі жақсы, өзіңізде қалай? Күшті менде барлығы. Бүгінгі бағдарламаға дайынсың ба? Дайынмын. Ендеше бағдарламамыздың шартымен таныстырып өтейін. Қазір мен саған сұрақтар қоямын. Сен оған я немесе жоқ деген жауаптарға айта аласың, немесе міндетті түрде мүмкін емес деген синоним сөздерді пайдалансаң болады. Бірақ бұл жерде басты кедергіміз бар. Сен еш нәрсе естімейсің, яғни құлағыңда наушник болады. Музыка қатты ойнап тұрады, сен тек я немесе жоқ. Түсінікті ғой? Түсінікті. Ендеше бастаймыз. Достар, бұл жерде негізгі шартымыз, ол егер дұрыс жауап бере алмай қалған жағдайда, мен оны мазақтаймын. Ал егер көңілге қонымды жауаптар беретін болса, мадақтайтын боламыз. Бәріміз бірге кеттік. Сенің актер болғың келе ме? Я. Сұрайсың. Сен 50 жастасың ба? Я. Жарайды. Сен сұлусың ба? Жоқ. Сен түнде тығылып тамақ жейсің ба? Жоқ. Онда жақсы. Ал мен саған апайың ретінде ұнаймын ба? Я. Жансұлу, жігітің бар ма? Жоқ. Жақсы. Өте тәрбиелі қыз, меніңше. Оны ата-анаң біле ма? Мүмкін. Мүмкін. Жігіті бар сияқты тығып жүріп жүрген сияқты. Жансұлу, темекі шегіп көргенсің ба? Я. Бұзылғанбыз. Жарайды. Ал оны ата-анаң біле ма? Жоқ. Әлі шегіп жүрсің ба? Мүмкін. Бұл шынымен де шегіп жүрген сияқты. Жансұлу, сенің аяғың сасиды ма? Я. Білем. Сабақта байқаймын. Аяғың сасидың өзің білесің ба? Жоқ. Мүмкін ондай жағдайлар болып тұрады әрине. Сен қарның ашқанда тамақ жейсің ба? Мүмкін. Мүмкін. Қарның ашса тамақ жеу мүмкін екен. Жансұлу, сен үйленгенсің ба? Жоқ. Шыныңды айт. Жоқ. Ладно. Ал мен саған ұнаймын ба? Мүмкін. Мүмкін дейді. Я деген жоқ. Сен өзіңді маған ұнайды деп ойлайсың ба? Я. Негізі ұнайды. Жақсы қыз. Ал Жансұлу, осы бағдарлама саған ұнады ма? Я. Ендеше достар, біздің қызықты бағдарламаларымызды көргілеріңіз келсе, Жұлдыздар Академиясының YouTube каналына жазылуды ұмытпаймыз және лайк басамыз, достарымызға тарқатамыз. Қош сау болыңыздар. Мен Жансұлу, бүгін бізде қонақта Тоқтар. Қош келдің досым. Қош көрдік. Бағдарламамыздың шартымен таныстырып кетейін. Қазір мен саған сұрақтар қоямын. Сен я немесе жоқ деп жауап бересің, және де мүмкін деген синонимдерді қоссаң болады. Бірақ бұл жерде біздің басты кедергіміз, сен еш нәрсе естімейсің, өйткені сенің құлағында наушник болады. Егер де сенің жауаптарың көңілге қонымды болса, сені мадақтаймын. Егер көңілге қонымсыз болса, сені мазаққа қаласың. Ендеше бастайық. Бірінші сұрақ, сен актер болғың келе ма? Мүмкін. Сен 50 жастасың ба? Я. Сен сұлусың ба? Әрине. Сен түнде тығылып тамақ жейсің бе? Жоқ. Арай апайың саған ұнай ма? Мүмкін. Қызың бар ма? Жоқ. Оны ата-анаң біле ма? Жоқ. Темекі шегіп көрдің ба? Жоқ. Сенің аяғың сасиды ма? Мүмкін.
Сенің қарның ашқанда тамақ ішесің ба? Әрине. Сен үйленгенсің ба? Жоқ. Мен саған ұнаймын ба? Жоқ. Сен өзіңді маған ұнайды деп ойлайсың ба? Иә. Осы бағдарлама саған ұнады ма? Мүмкін. Құрметті достар, сіздерге мазақтайым бағдарламасы ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше. Мен Тоқтар. Ал қонақта Асылым. Асылым, жағдайың қалай? Өте керемет, тамаша. Ал онда сені бағдарламаның шартымен таныстыра кетейін. Қазір мен саған сұрақтар қоямын. Я немесе жоқ деп жауап бересің. Бірақ бұл жерде басты кедергіміз еш нәрсе естімейсің. Құлағыңда наушник болады. Егер де сен жауаптарың көңілге қонымды болса, мен сені мадақтаймын. Ал көңіліме қонымсыз болса, сені мазақтаймын. Ал бастаймыз ба? Бастайық. Сен актер болғың келе ме? Я. Сен 50 жастан астың ба? Я. Сен сұлусың ба? Әрине. Сен түнде тығылып тамақ ішесің бе? Жоқ. Арая апайың саған ұнайды ма? Я. Молодец. Жігітің бар ма? Я. Оны ата-анаң біледі ме? Әрине. Темекі шегіп жүрсің бе? Жоқ. Сенің аяғың сасиды ма? Я. Аяғың саситын өзің білесің бе? Әрине. Сен қарның ашқанда тамақ ішесің бе? Әрине. Сен үйленгенсің бе? Жоқ. Мен саған ұнаймын ба мен? Я. Сен өзіңді маған ұнайды деп ойлайсың ба? Әрине. Осы бағдарлама саған ұнады ма? Я. Достар, сіздерге осы бағдарлама ұнады ма? Онда лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше сау болыңыз. Мен Асылым. Бүгін бізде қонақта Зейінхан. Сен актер болғың келе ма? Я. Сенің жасың 50-де ма? Жоқ. Сен сұлусың ба? Я. Сен түнде тығылып тамақ жейсің ба? Жоқ. Арай апай саған ұнай ма? Мүмкін емес. Темекі шегіп көрдің ба? Я. Сенің аяғың сасый ма? Жоқ. Аяғының саситын өзің білесің ба? Я. Сен үйленгенсің ба? Я. Мен саған ұнаймын ба? Жоқ. Сен өзіңді сен маған ұнайды деп ойлайсың ба? Я. Осы да бағдарлама саған ұнады ма? Я. Ендеше ұнаса, біздің бағдарламамызға тіркеліп, лайк басып кетейік. Мен Алмасхан Зейінхан. Бүгін бізде қонақта Адас. Қош келдің досым. Қош көрдік. Бағдарлама алдымен бастамасынан бұрын бағдарламамыздың шартымен таныстырып өтейін. Қазір мен саған сұрақтар қоямын. Сен я немесе жоқ деп қана жауап бере аласың. Бірақ бұл жерде біздің басты кедергіміз сенің құлағыңда наушник болады. Сен және де сен одан еш нәрсе ести алмайсың. Егер де сенің жауаптарың көңілге қонымды болса, мен сені мадақтаймын. Ал көңілге қонымсыз болса, сені мазақтаймын. Мазаққа қалып жүрме. Сен актер болғың келе ма? Я. Сен 50 жастасың ба?
Жоқ. Сен сұлусың ба? Жоқ. Білгем. Сен түнде тығылып тамақ жейсің ба? Жоқ. Күшті. Арай апай саған ұнайды ма? Иә. Күшті. Жігітің бар ма? Жоқ. Түсінікті. Тәртіпті қыз екен. Сенің жігітпен жүрмейтінді ата-анаң біле ме? Иә. Біледі екен. Темекі шегіп көрдің ба? Иә. Болмайды ғой. Сенің аяғың сасиды ма? Иә. Білгем мен де. Сен қарның ашқанда тамақ ішесің ба? Жоқ. Қалай? Сен үйленгенсің ба? Иә. Қалай ол? Сен әлі кішкентайсың ғой. Мен саған ұнаймын ба? Иә. Сен өзіңді маған ұнайды деп ойлайсың ба? Жоқ. Адас, осы бағдарлама саған ұнады ма? Иә. Мен білгем негізі саған ұнайтыныңды. Қая берші. Осы бағдарлама аяқталды. Егер осы бағдарлама ұнаса, подписка жасап, лайк басып, комментария жазып, колокольчикті басып кетіңіздер.